Армысыздар. Адам баласының шын бет бейнесін көргің келсе, оған билік бер немесе мол ақша бер дейді екен. Негізінде билік те ақша да адамды өзгертпейді. Олар бар болғаны адамның шынайы бейнесін ашады. Патша Құдайдың жер бетіндегі көлеңкесі орынбасар деп жатамыз. Әлемдегі мемлекеттер үлкен саяси ойын алаңы. Үнемі тартыс, даму немесе құрдымға кету. Ал оның барлығы бірден-бір басшыға тікелей байланысты екен. Ендеше әлем тарихындағы басшылар жайлы, әсіресе қазіргі замандағы президенттер мен премьерлер жайлы, дәлірек айтқанда диктаторлар жайлы тәуелсіз сараптамамызды қабыл алыңыздар. Диктатор Ким Чен Ын. Соңғы кезде әлемдік ақпарат көздерінен ол жайлы суыт хабар немесе күмәнді ақпараттар желді есуде. Жабық Кореяның жас басшысының шын жағдайын біз де анық білмейміз. Алайда ол кім, билікке қалай келді, халыққа қазір не істеп жатыр, сол жайлы сіздермен бөлісейік. Алаштың астында күнсің кешірсін дейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Ұлықтау мен қолпаштауды, баскетболды және артиллериялық зеңбіректерді жаны сүйеді. Ол ақылды кейіпте өндіріс орындарын кәсіби түрде тексереді. Балалардың оқу құралдары дүкенін, супермаркеттерді де жіті қадағалайды. Ең бастысы полигонды бақылауда ұстайды. Ким Чен Ын, Солтүстік Корея диктаторлар әулетінің мұрагері. Әкесі мен атасы қалдырған елі мен ондағы өзгеше тыныштықты жақсы көреді. Ол Корей Халық Демократиялық Республикасының абыройына аса сақ. Сонымен қатар қарулы арлекинаны тоқтатуға да еш асықпайды. Қайтыс болған әкесінің қаралы лимузиненің жанында кетіп бара жатып, ол алдағы саяси ойынды қай жерден қалай бастауды ойламаған шығар сірә. Қоштасу рәсіміндегі әке жақтастарының ерекше қимас сезімдерін есіне сақтайды. Әскери дайындықты жиі тексереді. Бір сөзбен айтқанда, ұлы Чучхенің жолын ұстанады. Ең жоғары билікті бар болғаны 28 жасында өз қолын алды. Бұл әлем тарихындағы ерекше саяси жағдай. 19 жасында президент болған Гаити тираны Жан-Клод Дювалерді есептемегенде әрине. Екінші жағынан Ким Чен Ын әкесінен гөрі әлде қайда бақытты, таққа ерте жетті. Өйткені әкесі Ким Чен Ыр ел президенттігіне тек 50-ден асқанда ғана қол жеткізген. Сонымен қатар Ким Чен Ын алдағы саяси жолда ұзақ тақтар ойыны күтіп тұрғанын, ол бәсекелестердің көзін бірінші болып өзі құртпаса, көп ұзамай өзі құритынын анық түсінді. Чучхе тағына Ким Чен Ирдің 3 ұлы үміткер болды. Тағдырдың сыйы, династияның барлық ережелеріне сәйкес мұрагерлік ұлдардың үлкені Ким Чен Намға тиесілі еді. Ол диктатордың тұңғышы және әкесі бір болғанымен аналары бөлек 2 бауырынан 10 жас үлкен болатын. Ким Чен Ыр де үлкен ұлын мұрагер ретінде көрді. Ол Мәскеу мен Женевада оқыды. Одан кейін КХДР киберқауіпсіздік бөлімінің бастығы болып тағайындалған еді. Алайда оның жарқын болашағын мына бір жағдай шорт кесті. Жапонияда Ким Чен Нам жалған құжаттармен қамауға алынды. Оның түбіне жеткен мажорлық өмірге деген шексіз құштарлығы еді. Диктатордың баласы өзіне тағылған айыптан Жапониядағы Диснейлендке көңіл көтеруге барғанмын. Себебі ондай қызық өз үйімде, тіпті біздің елде жоқ. Ал ойын сауықты ерекше жақсы көргенмін деп ақталады. Бірақ Жапон арнайы қызметкерлері бұған жауап ретінде жымиып қана күліп, даңқты Чучхенің баласы Токиоға бірінші рет келмегенін және мұнда Диснейлендке емес, ересектер клубтарына, казино мен жезөкшелерге жиі келіп көңіл көтергенін дәлелдеп береді. Осыдан кейін Токио мен Пхеньян арасында үлкен жанжал шықты. Әке тағына негізгі үміткер болып қалу мүмкіндігі көз алдынан бұл ұшты. Ким Чен Ир өз ұлын тек жоғарғы лауазымдардан ғана емес, сонымен бірге жалпы елден де қуып шықты. Патша мұрасы диктатордың 2 кіші ұлының қолына өтті. Жас мұрагерлер жақында ғана Швейцарияға оқуға түскен. Тақтың болашағы оларға бұрынғыдан да айқын әрі жақын көрінді. Батыстағы өмір салтын меңгерді. Шетелде олар бейнебір құрдастар сияқты еркін жүрді. Элиталық таңдаулы мектептерге бірге барды. Баскетболға,
және әйгілі Ван Дам түскен экшн фильмдерге ерекше әуес болды. Ким Чен Ир үлкен ұлы Ким Чен Намға құрған жоспарлары сәтсіз аяқталғаннан кейін енді кенже балаларды мұқият бақылады. Әрі әулеттің мұрагерін түпкілікті таңдауға ешқандай да асықпады. Бірде ол күзетшілер тобы ұйымдастырып баскетбол ойнаған жігіттерге қарап отырды. Ортаншы ұлы Ким Чен Чхол ойыннан кейін командасындағы ойыншыларды шақырып, әрқайсысына жеке алғысын білдірді. Ал Ким Чен Ин командасынан бөлек тұрды. Ол ойыншыларына жіберген қателіктерді, жалпы ойынды, допты кім лақтырғанын, кім қате пас бергенін ашуланып тұрып талдап жатты. Сол кезде Ким Чен Ир маған: "Анаған қараш, Ким Чен Иннің мінезі дәл маған ұқсайды екен. Сірә билікке сол ие болатын сияқты", деді. Ол өз тағына екі үміткердің үлкені өте бос, көңілшек деп есептеді. Сөйтіп, тек Ким Чен Ин қалды. Әрине, бірден-бір кемшілігі оның тым жас екендігі. Бұл туралы диктаторға әпкесі Ким Ген Хи жиі есіне салып отыратын. Себебі ол да елдегі билікке аса ықпалды адам болатын. Ал оның күйеуі Солтүстік Кореядағы Ким Чен Ирден кейінгі екінші адам еді. Көп жасаған, әрі аса тәжірибелі. Сондықтан жақында ғана Швейцариядағы оқудан дипломсыз қайтқан боқмұрын баладан гөрі таққа әлде қайда лайық деп есептейтін. Ким Чен Ин бұл тартысқа бірнеше рет қатысып, зұлым тәтесінен кек алу жоспарын ойлап ашуға мінді. Сосын бар ашуын баскетболдан алды. Мұрагердің қоңыр допқа деген қыңыр құштарлығы әкесін алаңдата бастаған. Ол ұлының денесін шынықтырып, баскетбол залында тәулік бойы жүргеніне наразы болды. Бірақ бұл қорқыныш көп ұзамай жойылды. Ұлы Чучхе мұрагерінің ресми таныстырылымы 2008 жылы Корей еңбек партиясының құрылғанының 60 жылдығына арналған үлкен шеру кезінде өтті. Оған 100 000 әскери жауынгер қатысты. Инсульттан кейін қатты әлсіреген Ким Чен Ир мінберге Ким Чен Инді алып келді. Осылайша халық та, партия да уақыт өте келе елде билікті кім алатынын анық түсінді. Содан кейін ұлы үнемі әкесімен бірге жүрді. Әскери жиындарға және пленарлық отырыстарға да бірге барды. Сессия залында оның өзінің жеке креслосы бар. Бұл тек қол соғып қана қоймай, армандауға да ыңғайлы орын еді. Кейде бейнетаспа кадрлерінен оның екі ағасына берілмеген таққа деген ерекше қызғанышынан, құштарлығынан әкесін тезірек жолға салмақ ниеті байқалатын. 2011 жылдың желтоқсанында әкесінің мавзолейінде соңғы көз жасын сығып тастап, Ким Чен Ин бар билікті қолына алып, өз саяси ойынын бастады. Билікке келісімен партиялық съезде ағасы Чан Сон Текті тұтқынға алды. Бұл кісі әлгінде ашуланып кек аламын деп өзіне уәде берген тәтесінің күйеуі. Елдегі Ким Чен Ирден кейінгі екінші адам, яғни әскери иерархиядағы ең маңызды тұлғалардың бірі болатын. Содан кейін тағы бірнеше генералдың бастары шабылды. Кіші Ким өзінің айналасына жақтастарын қою үшін әкесі үлкен Кимнің адамдарын түгелімен орнынан алып тастады. Ата-анасының үзеңгілес жолдастары жас билеушіге шексіз адалдықпен ант беруге мәжбүр болды. Немесе лагерлер мен түрмелердің тікенді сындарына қарамастан із-түссіз жоғалып кететін болды. Оларда екі ақ таңдау. Бірбеткей әрі қатал диктатордың беделінің одан әрі артуына Оңтүстік Кореяның пропагандасы көп көмектесті. Сеул Ким Чен Ин өзіне қарсы келген адамдарды аш иттерге лақтырып жібереді, немесе өз қолымен зеңбірекке салып атып тастайды деген сияқты жаңа басшының жаппай жазалау туралы сыбыстарды ақпарат құралдарында жарыса жазып жатты. Жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін КХДР-дің жаңа қожайыны бірнеше саяси емес жарлықтар шығарды. Олардың бірі шаш үлгісіне қатысты. Жалпыға ортақ шартты түрде міндетті әйелдерге арналған 18, ал ерлерге арналған 10 шаш үлгісін көрсетті. Жас Чучхенің өзі атасы Ким Ир Сеннің шаш үлгісімен жымиып жүретін. Шаш үлгісі және агрессивті жаңаша саясат үшін Ким Чен Инді әкесінен мүлдем ұқсайтын Чучхенің басты бейнесі деп атады. Ол көлік ретінде пойыздардан бас тартты және елде автокортежбен, тіпті мемлекеттік ұшақпен де серуенге жиі шығып тұрады. Ол бірде жаңа салынған ықшамауданға келіп, қарапайым кәрістерге қонақ болып, жамбастап отырып әңгіме айтты. Ал енді бірде арнайы шақыртумен әйелдер батальонына барып, протокол үшін суретке де түсті. Ал мұндай тәуекелді Ким Чен Ирдан күту мүмкін емес еді.
Ким Чен Ын шамасы келгенше әкесінен ерекшеленіп, яғни қарапайым халыққа әлдеқайда ашық, жақын екенін көрсеткісі келеді. Осылайша табынушылар мен билік басындағы өз жақтастарының есінде ерекше жағымды кейіпті қалуға тырысады. Себебі жаңа дәуірдегі диктатураның өмір сүруіне кепілдік беретін де, әрі қорғайтын да осы өз адамдары мен табынушы халық емес пе? Бірақ Ким Чен Ынды жымиған, ерекше шаш үлгісіне қарап аңғалдай ойламаңыз. Оның жымиған бетпердесінің артында қатыгез және кекшіл тұлға жатыр. Ол үшін өзгелерге өлім жазасына үкім шығару қол шапалақтаудан да оңай нәрсе. Оның бұйрығымен елден қуылған үлкен ағасына іздеу жарияланды. Ал Ким Чен Нам жер аударылса да Қытай елінде шалқыған ханзадалық өмірін жалғастыра берді. Ол әкесі жіберген ақшаны покер мен қыздарға әдеттегідей көңіл көтеруге жұмсайды. Алайда өзіне қауіпті болса да, ол биліктің Ким Чен Ынға берілуін жиі сынап, әрі биліктегі бауырының алғашқы шешімдеріне де көңілі толмайтынын ашық айтады. Ал Сеул оны ККДР президенті ретінде көргісі келетінін айтса, Ким Чен Намның өзі алдағы уақытта билікке келуіне де қарсы емес екенін мәлімдейді. 2017 жылдың ақпан айында емін-еркін жүрген Ким Чен Намның артынан белгісіз әйел жүгіріп келіп, у жағылған шүперекпен аузы мұрнын басып тұншықтырып үлгереді. Бірнеше минуттық азап пен уланудан кейін Солтүстік Кореяның билеушісі болуы әбден мүмкін Ким Чен Ирдің тұңғыш мұрагері о дүниеге аттанды. Кісі өлтірушілер тез анықталды. Олар Кенияның агенттері болып шықты. Осылайша Ким Чен Ынға ағасын өлтірген деген тағы бір атақ қосылды. Бұл америкалық студент Отто Уорнберг. 2016 жылы наурызда қонақүйлердің бірінде чөчке патриоттық постерін жыртып тастаған үшін 15 жылға ауыр жұмысқа тартылды. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателік. Мен өте үлкен ақмақтық жасадым. КХДР халқын қатты ренжіттім. Өтінемін, мені өлтірмеңіздерші. Отто Солтүстік Корея түрмесінде 1 жыл жатты. Ол зорға дегенде батулизмге қол жеткізеді. Десе де 2017 жылдың жазында америкалықтарда Уорнбергді комада жатқан қалпында тапсырды. Отто ақшқа жетсе де есін жимастан қайтыс болды. Тіпті Чучкенің американдық жалғыз досы баскетболист Денис Родман да оған араша бола алмады. Ким Чен Иннің пір тұтқан мақтанышы NBA-дің бұрынғы жұлдызы екен. Қара нәсілді алпауытты құшақтап, Ким Чен Ын өзінің балалық шағындағы арманын қолына ұстап айырылғысы келмей ерекше толқыды. Солтүстік Кореялық жаңа досының туған күнінде ол өзіне Ким Ир Сеннің кигені сияқты арнайы формаға тапсырыс берді. Арақ әкелді. Әрі диктатордың көз алдында баскетбол ойынымен оның естен кетпес ләззатқа бөледі. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Родман үйіне қайтса да, Ким Чен Ын көңіл көтерудің басқа түрлерімен айналыса берді. Табынушылардың өзін жақыннан көргеніне қуанып, көздеріне ағыл-тегіл жасалғанын көргенде, ол өзін бақыттың 7 қат аспанында жүргендей сезінеді. Әуелі әскери парадтардың сценарийін ұйымдастырады. ақштың туын табанға таптауды Вашингтонға көрсеткен айбат сезінеді. Десе де, америкалық попкорнды, америкалық ойындарды қатты ұнатады. Әкесі мен атасынан айырмашылығы өзін ел ішінде ғана шектемейді, тіпті шетелде де ақша жасай алады. Валюта алу үшін Ким Чен Ын бүкіл әлемнің әр тарабына құл мигранттар бригадасын жібереді. Яғни, мемлекеттер арасында кәдімгідей келісімшарт жасалады. Жұмысты мигрант корейлер жасайды, ал ақша Пхеньянға кетеді. Бірақ жұмысшы корейлер үшін мұндай қызмет жасау шетелдегі еңбек лагерлері сияқты. Олар Ресейге келіп Сібірде ағаш кеседі. Ең ауыр жұмыс Зенит аренаның құрылысына қызмет жасайды. Тіпті Солтүстік Корея мүсіншілері Африкада ескерткіштер тұрғызады. Олар Монғолияда қара жұмысшы және тігінші болып жұмыс істейді. Сонымен қатар бұл аз десеңіз, Макаодағы контрабандашылардан Кимнің шотына үнемі доллар түсуде. Заңсыз қару сатушылардан, есірткі айналымы және минералды шикізат ресурстарын игеруден тағысын тағы. Оның жеке шотында 5 миллиард доллар жатыр. Ал бұл ақша ядролық қаруы бар елдің мәңгілік билеушісі лауазымына жақсы бонус екеніне сіз де келісетін шығарсыз.
Жалпы Солтүстік Корея әлемдегі ең жабық мемлекеттердің бірі. Ол жерден ақпарат алу немесе фото, видео алу өте қиын, әрі қауіпті. Алайда сіздерге елден қашып шыққан немесе еңбек мигрант ретінде шетелде жүрген кейбір азаматтардың жасырын түрде камераларға түсіріп, түрлі ақпараттарды, мақалаларды және видеофильмдерді қарай отырып, мына нәрселерге көз жеткіздім. Олар ақшты соншалықты жек көреді. Тіпті идеология сондай. Жастарға, студенттерге, өзінің тұрғындарына ақшты зұлым ретінде көрсетеді және Америка Құрама Штаттарының кез келген тауар белгісі бар заттарын сатып алуға қатаң тыйым салынады. Мысалға, Coca-Cola, Америкада жасалған деген ойыншықтар, тағы да басқа. Алайда сол шенділер мен басшылардың өзі американдық MacBook'ты, жоғарыда айтқандай попкорнды, немесе түрлі техникалық құралдарды емін-еркін пайдаланады екен. Ең көркем, ең әдемі қаласы деген астанасы Пхеньян қаласында түрлі туристерге көрсететін арнайы көшелер ғана бар. Және ол жерде бір туристпен бірге 3 гид жүреді. Адамды артық алыс жаққа жібермейді, артық ақпараттар бермейді. Тек белгіленген көшелермен жүргізеді. Ол көшелерде әдемі ғимараттар бар, бірақ іші түгел бос. Оларды профессорларға береміз деген сияқты ақпарат береді. Ал мына жақта халық аш, үй таба алмай түрлі лашықтарда тұрып жатыр екен. Солтүстік Кореяда автокөлікті кез келген адам өзі сатып алып көшеде мініп жүре алмайды, өкінішке орай. Бұл елде интернет атымен жоқ десек те болады. Әрине бар, бірақ туристің өзі өзінің мемлекетіне белгілі бір хат жазу үшін арнайы протоколдар толтырады, арнайы қызметкер келіп модем қосып береді. Бір хатты жіберу үшін сондай қызметтер жасалады екен. Ал қосымша өзге жаңалықтарды көру, фильмдерді көру, ол атымен жоқ, мүмкін емес десек те болады. Жаңағы бір ютубердің естелігіне қарап, ол таң қалып отыр да, кореялық оқымысты деген бір қызбен сұхбаты барысында байқағаным, ол қыз соңғы көрген жаңалықтармен ерекше әсерленіп жүр. Яғни ол Чехословакия мен ГДР мемлекеттеріне барып оқысам деген арманы бар екен. Ойлап көріңіздерші, 93 жылдан бері бұл мемлекеттер жоқ, әлдеқашан тарап кеткен. Яғни оларға ақпараттың енді жетіп жатқаны және ескі ақпараттардың жетіп жатқанын көріп, адам таң қаларлық. Сонымен қатар бұл мемлекетте ешқандай да дін жоқ. Олардың дін ретінде идеологиясы Чучхе деп аталады, жаңағы Ким Ир Сеннің қойған идеологиясы. Және бұл идеологияны әртараптандырып және халыққа жақсы жеткізу үшін бұлар Голливудтың кинолары сияқты фильм түсірмекші болған. Ким Чен Ир арнайы сонымен айналысқан. Және 1980 жылдары осы Чучхе жайлы фильм түсіру үшін Оңтүстік Кореядағы ең талантты деген режиссер мен оның актриса әйелін өздеріне ұрлап алып кетеді. Ал оны 4 жыл бойы қинайды. Сол сәтте Ким Чен Ир өзінің керемет Чучхе жайлы фильмінің сценарийін жазып жатады екен. Алайда режиссерлар фильмді түсіреді амалсыз, бірақ Еуропаға барып фестивальге қатыстырам деп, ол жақтан қашып Америкадан босқын атағын алады. Фильм демекші, Ким Чен Ирдің Голливуд фильмдеріне әуес болғаны сондай, өзінің өсиеті ретінде қайтыс болған соң өзінің жаназасын осы Голливудтың фильмдердегі сияқты шығаруын тапсырған екен. Және солай болды. Кейбір жоғарыда айтқан сияқты әскери базалардағы немесе әйелдердің өзінің әскери өмірін тыңдасаңыз, сол әскер болып жүріп қашып шыққан әйелдердің естеліктерін тыңдасаңыз, тіпті жаға ұстайсыз. Мемлекетте жаңалықтардың барлығы тек қана теледидардан беріледі, ал оның өзінде 2 канал бар, ал біреуі тек қана жексенбі күні жұмыс жасайды. Қазіргі Ким Чен Иннің миллиондаған долларды тек өзінің ішіп жегеніне немесе арағына ғана жұмсайды екен. Ал Ким Чен Ирдің өзі ең қымбат деген вискиді, виноларды алу үшін арнайы шетелдерден алдырған және $800 000 тек қана өзінің арақ ішімдігіне кеткен екен. Ал бұл мемлекетте қылмыскерлердің саны 200 000-нан асады. Ал бір адам қылмыс жасаса, ол тек қана өзі емес, өзінің баласы және немересіне шейін, яғни 3 буын түгел зардап шегетін болған. Мәселен, анасы оңтүстік кореялық фильмді көріп, және оның дискісін досына бергені үшін бір қыз 11 жасынан 41 жасына шейін түрмеде отырған екен. Сол кісінің өзінің айтуы бойынша. Сіздердің де естеріңізде шығар, баяғыда ұйықтап қалған министрін зеңбірекке салып атып жібергені. Тағы бір туристерге көрсететін және туристердің таңғалатын қызық жағдайы, мәселен, Ким Чен Ир мен Ким Ир Сенге өзге мемлекеттердің сыйға тартқан естеліктері, кәдесыйлар екен. Оның ішінде ең қызығы кәдімгі Ким Чен Ирдің суреті белгіленген кружка, яғни саптаяқ. Соны олар әспеттеп мынау керемет нәрсе деп қабылдайды екен. Ал бізде базарда толып тұр ғой, кез келген адам жасай алады. Жаңағы идеологиясы, діні Чучхе деп айттық қой. Сол Чучхенің өзі құрылғаннан бері қаратай қазіргі біздің жыл санауымыз бойынша 2020 жыл болса, оларда Чучхе бойынша 109 жыл екен. Олардың жыл санауы солай.
Кез келген мемлекеттік органда жұмыс жасайтын адамдары, яғни қызметкерлері міндетті түрде төсбелгі ретінде сол Ким Ир Сен мен Ким Чен Ирдің суреті белгіленген төсбелгіні тағатын болған. Сонымен қатар оларда құдай жоқ. Құдайдың орнында Ким Чен Ир мен Ким Ир Сеннің үлкен 26 метрлік мүсіні бар. Әрбір үйленген жас, некелескен күні тура сол екі мүсіннің алдына барып 5 секундқа дейін кем дегенде тағзым ету керек. Олар сонда ғана бақытты болады. Анау кейбір тұрғындарының сұхбаты тіпті қызық, көрсеңіздер. Өйткені бір заводтың қызметшісі айтып отыр, біздің заводқа жұмыс орнымызға Ким Чен Ир келген кезде біз түсіміз екен деп ойлап қалдық, және ол кірген сәттен бастап бүткіл біздің қызмет орнымыз заводтың іші жарқырап, күн сияқты, күн түскендей сәуле шаша бастады деп сөйтіп суреттеп отыр, таңғалып. Және балабақша болсын, мектеп болсын, кез келген орында Ким Чен Ирдің келген әрбір жолын, және олар келген үшін үлкен мақтанышпен айтады, және сол ғимараттың алдына үлкен карта жасап, сол жерге Ким Чен Ирдің жүрген жолдарын, және тоқтап бұрылып жан-жаққа бір 5 секунд болсын тоқтаған жерін арнайы жұлдызшамен, жүргенін қызыл сызықпен, мына жерде бұлай тұрды, мына жерде бұлай жүрді деп барлығын карта жасап қойған арнайы, және оның қол тигізген, мысалға балабақшадағы одеялға қол тигізсе, сол одеялды музейге алып барып қойған, мынау сол Ким Чен Ирдің қолы тиген деп. Орындыққа отырса, сол орындықты алып барып қойған. Сол сияқты қызық жағдай. Тағы да бір партияның рахымы түскен тұрғынның айтуы бойынша, олар қаланың ортасынан Ким Чен Ирдің арқасында пәтер алған. Сол пәтердің балконына шыққанда жаңағы 26 метрлік үлкен мүсін көрініп тұрады. Сол мүсінді көрген сәтте бізге ерекше мотивация болады, жігерленеміз де ұлы мемлекетіміз үшін жұмысқа асығып барып жақсы істеуге тырысамыз дейді. Яғни мүсін оларға мотивация береді екен. Ал студенттері жаңағы мектеп, балабақшадан алған білімдері идеологиясы бойынша кез келген студент біз әлемдегі ең үлкен мемлекетпіз, ең қуаттымыз және ең бақыттымыз деп санайды өздерін. Олар Оңтүстік Кореяны жек көретін сондай, олардың артында Америка құрама штаттары тұр, ал ақш ең зұлым мемлекет деп есептейді екен. Балалары жаңағы әскери жаттығуларда, балабақшада болсын, сол Американың туын немесе ақш деп жазып қойып, соны таспен ұрғанда бір үлкен ерлік, мақтаныш санайды екен. Жап-жас қыздардың өзі біз ақшты жеңу үшін күнделікті дайындаламыз, күнделікті жаттығулар жасаймыз деп мақтанышпен айтады. Және Ким Чен Ир мен Ким Чен Ир туралы қандай да бір сөз айтатын болса, міндетті түрде оны жарылқаушы, құрметті, тағы қандай керемет деген сияқты бір алдына сын есімдер қойып, оның абыройын асқақтатып, оған алғыс айтып, жаңа пайғамбар бізге салауат айтамыз ғой, сол сияқты сөйтіп айтады екен оларда. Осыған қарап біздің елбасы, тұңғыш президент, тағы қандай науқаншыл, рухани жаңғыру, тағы сондай ақпараттар, біздің де істеп жүрген фото үшін істеп жатқанымыз, біздің де кейбір қылықтар соған келеді екен. Оларда электр тоғы жоқтың қасы, кейбір шенеуніктің үйінде де электр тоғы өшіп қалып жатады, және түндері қараңғы. Қала болса да түні қараңғы. Әр қайсысында жаңағы арнайы күннің жарығымен зарядталатын арнайы құрылғылары бар. Сонымен қатар әрбір көшеде және бір емес бірнеше сол мемлекеттік идеологияны, чучхе идеологиясын насихаттайтын күн сайын, жыл сайын арнайы машиналар жүреді. Сол жерде лозунгтер айтады. Мемлекеттің идеологиясы бұл бізге бір нәрсе деген сияқты. Ал олардың мектептегі пәндері, сабақтарының өзі сол Ким Ир Сен мен Ким Чен Ирдің және Ким Чен Ирдің өмір жолы, биографиясы, балалық шағында қандай ғибратты істер істеді, олар қандай батырлық істеді, Жапонияны қалай жеңді, Американы қалай жеңді деген сияқты осындай сабақтар өтіледі екен. Және әрбір үйде, әрбір ғимаратта, әрбір кеңседе сол екі тұлғаның суреті міндетті түрде портрет тұрады екен. Яғни көріп отырған боларсыздар, осы идеология біздің Кеңес одағы кезіндегі идеологиядан ешқандай да айырмашылық жоқ. Мен осы фильмдердің, осы видеолардың астында жазып отырған көптеген ТМД халықтарының пікірлеріне қарап күліп отырмын және шынымен таңғалып отырмын. Олар айтады, біздің тура аумаған кезіндегі осыдан 50 жыл бұрынғы біздің ата-аналарымыздың кейпі ғой мынау дейді. Шынымен пионер болам дейтін, осындай идеологиямен Американы қас жау санайтынымыз, яғни аумайды. Демек, сіздер де байқап отырған боларсыздар. Оңтүстік Корея мен Солтүстік Кореяның ортасынан қақ бөлді де, Солтүстік Кореяны Қытай мен КСРО
қолдау көрсетті, ал Оңтүстік Кореяға Америка қолдау көрсеткен. Қазір Америкалық демократиялық Америка қолдаған Корея қандай, КСРО қолдаған, Қытай қолдаған, Солтүстік Корея қандай, өздеріңіз салыстыра берсеңіздер болады. Яғни біздің Қазақстанда жалпы ТМД мемлекеттерінің барлығы кімнің қол астынан шыққан және қандай идеологияда болғанды өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Сондықтан біздің санамыздағы аурулар, идеологиялық аурулар әлі күнге шейін болғаны бұл соның зардабынан. Демек, осындай мемлекеттер әлемде әлі де бар, және осындай идеология әлі де жүріп, және солай сезініп жүрген тірі зомбиға айналған халық та бар. Тұтас бір мемлекеттің халқы солай болып отыр. Біз де сондай күннен өттік, біз де сондай күйді кештік. Құдай біледі, қазір қандай идеологияда отырмыз. Сондықтан барынша демократиялық мемлекеттердің тарихын оқиық, немесе солар жайлы ақпараттар білейік, өзіміздің санамызға еркіндік берейік, пікірімізді қалыптастырайық өзіміздің, яғни саяси сауатымызды арттырайық. Ардақты ағайын, бейне талдауымыз ұнаған болса, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жазыңыз. Егер тағы да осындай сапалы сараптамаларды көріңіз келсе, арнамызға міндетті түрде жазылып, достарыңызға тарата жүріңіз. Бұл біздің дамуымызға, сіздердің дамуларыңызға бірден бір үлесін тигізеді. Келесі кездескенше.